Ғаламтор бір-бірімен сымдар, оптикалық кабельдер немесе радиотолқындар арқылы байланысқан миллиондаған компьютерлердің дүниежүзілік желісі. Бұл байланыс пайдаланушыларға ақпарат пен ресурстарды өзара алмасуға мүмкіндік береді. Деректерді үздіксіз және тиімді тасымалдау белгіленген ережелер мен хаттамалардың арасында жүзеге асады. Деректер қысқа қашықтыққа сымсыз байланыс арқылы беріледі. Ал үлкен қашықтықта электр немесе оптикалық кабельдер арқылы тасымалданып отырады. Әртүрлі құрлықтарда орналасқан деректер орталықтары бір-бірімен мұхит түбіне салынған оптикалық кабельдер арқылы байланысады. Қазіргі уақытта мұхиттар мен теңіздердің түбінде 400-ден астам ғаламтор кабельдері тартылған. Ескілерінің орнына жаңалары алмастырылып отырғандықтан олардың саны тоқтаусыз өзгеру үстінде. Су астындағы ғаламтор кабельдерінің жалпы ұзындығы шамамен 1,3 миллион шақырымды құрайды деп есептеледі. Тасымал барысында деректердің жоғалуын болдырмау үшін сигналды 80-100 км аралықпен күшейтуі керек. Құрлықтар арасындағы ғаламтор трафиктің шамамен 90% осы кабельдер арқылы жалғанған. Көпшіліктің түсінігінде қалыптасқандай ғаламтор бай материалды ұғым емес. Ол өзара әрекеттесетін құрылғылар мен олардың арасындағы байланысқа кепілдік беретін жүйелер жиынтығы. Сандық деректерді тасымалдау және сақтау. Мейлі ол мәтіндер, суреттер немесе бейнежазбалар болсын, 0 және 1 сандарынан тұратын екілік санау жүйесін пайдаланады. Бұл сандар тізбегі жарық және электр импульстер немесе радиотолқындар түрінде тасымалданады. Деректерді тиімді жіберу үшін үлкен көлемді хабарламалар мен ақпараттарды желілік десте деп аталатын кішірек бірліктерге бөлу керек. Бұл дестелерді тағайындалған жерге жеткізу үшін кез келген бос желіні пайдалануға болады. Дерек межеленген жерге жеткен кезде кіші бірліктерге бөлінген ақпарат қайта жиналады. Қарапайым дауыс арқылы байланысатын жүйеден айырмашылығы, бұл әдіс әрбір екі пайдаланушы арасында ғана арналған жеке желіні талап етпейді. Оларды қайта құрастыру жөніндегі нұсқаулықтан бөлек, әрбір десте жіберуші пен алушы туралы ақпаратты қамтиды. Маршруттауыш деректер трафигінің басқарушы ретінде жұмыс істейді. Олардың міндеті әр десте үшін ең жылдам бағдарды табу. Егер ол желі кептеліп қалса, маршруттаушы дестені басқа бағыт бойынша жібереді. Жергілікті желілер компьютерлерді кеңсе, мектеп немесе аурухана сияқты бір-біріне жақын белгілі бір аумақтағы желілерді қосады. Ал кен аймақтық желілер бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан құрылғылар арасында байланысты қамтамасыз етеді. Мысалы, әртүрлі қалаларда, елдерде және құрлықтарда байланыс кен аймақтық желіні қолданады. Ғаламтордың құрылымының арқасында желілердің қызмет көрсетуін үзбей-ақ байланыс аясын кеңейтуге болады.